Кеш жарық Мажарстан астанасы Будапешт қаласында көркем гимнастикадан Грация Fire Cup халықаралық турнир өтті. Осысында Қазақстан құрамасы 4 алтын, 1 күміс және 1 қола жүлдеге қол жеткізді. Жекелесінде Айбота Ертайқызы мен Эрика Жайлауова алтыннан алқа тақты. Көп сайыста Айбота күміс, ал Жайлауова қола жүлде иеленді. Әскері мықты елдің әлеуеті мығым. Ел тыныштығын күзеткен сарбаздар барлық жағдайда сақадай сай болуы тиіс. Осы мақсатта әскерилер арасындағы жарыстар еліміздің әр өңірінде жиі өтіп тұрады. Өскеменде Қазақстан қарулы күштерінің 21-ші спартакиадасы аясында президенттік көпсайыстан жарыс басталды. Бұл сынға барлық әскери бөлімшелерден 64 спортшы қатысуда. Құралайды көзге атқан мергендер бүгін пневматикалық винтовкамен нысана көздесе, ертең шаңғы спортының шеберлері жарыс жолына шығады. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлері ұлттық құрамаға алынып, байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайды. Бұған дейін Өзбекстан намысын қорғап келген былғар қолғап шебері Аман Қонысбеков атамекеніне қоныс аударды. 19 жастағы боксшы өткен жылы Өзбекстан біріншілігінде қола жүлдегер атанған болатын. Аманның алтын алатын ақ мүмкіндігі бар еді. Жартылай финалда қарсыласы Асадхуджа Муйдунхуджаевты құлатып талған, алайда төрешілер жеңісті берген жоқ. Қазіргі таңда қандасымыз ұлттық құрама жігіттерімен бірге жаттығып жүр. 71 келі салмақта жұдырықтасып жүрген қандасымыз енді жарыстарға Түркістан облысының атынан шығуы мүмкін. Бүгін сондай-ақ PSV Eindhoven Дортмундтың Боруссиясын қабылдайды. Бұл ойындар Астана уақытымен түнгі сағат 2:00-де басталады. Спорт жаңалықтары бүгінше осы.